Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Мен биология пәнінің мұғалімі Еркеғожаева Алтынкүл. Бүгін сендермен өтетін сабағымыздың тақырыбы адам әрекеттерінің экожүйеге жағымсыз әсері. Сабақтың оқу мақсаты 7-3-2-1 адам мен экожүйе арасындағы қарым-қатынастарды сипаттау, 7-3-2-2 экожүйеге жағымсыз әсер ететін адам тіршілігінің салаларына мысалдар келтіру. Адам экожүйе бөлігі. Суретте көріп отырғандарыңдай, бірінші суретте жапырақты орманның экожүйесі, екінші суретте экожүйенің өзгеруі. Яғни жапырақты орманның экожүйесінің өзгеруін көріп отырсыңдар. Адамның экожүйеге әсері. Айнала қоршаған ортаға тигізетін адам баласы іс-әрекетінің тікелей немесе жанама әсері антропогендік факторлар деп аталады. Адамдар жасаған барлық жасанды экожүйелер агроценоздар деп аталады. Экожүйенің негізінен екі түрі бар. Бірінші табиғи экожүйе, екінші жасанды экожүйе. Антропогендік фактор деп адамның қызмет әрекетінен жаңа түрде туындайтын фактор. Адамның шаруашылық іс-әрекеті салдарынан қоршаған ортаның кейбір жерлерінің өзгергені соншалық табиғи құрауыштарының байланысы басқа болып, бұрынғы кешендермен салыстырғанда жаңа кешендер қалыптасады. Яғни антропогендік факторлардың мына жерде біз түрлерімен танысайық. Ауыл шаруашылығы, өнеркәсіптің индустриясы, мұнай және газ өндірісі, көлік, тау-кен өндірісі. Яғни осылардың барлығы антропогендік факторларға жатады. Мына көрсетіліп отырған суреттерге назар аударайық. Яғни бірінші суретте ауыл шаруашылығы, екінші суретте өндірістер, үшінші суретте де ормандарды кесу, төртінші суретте өндіріс қалдықтарын суға құю, бесінші суретте құрғақшылық пен қуаңшылық. Яғни осы көріп отырған суреттегі әрекеттердің барлығы антропогендік факторларға жатады. Заттар химиялық өзгерген күйінде қалдықтар табиғатқа қайтарылады. Жер қыртысының бұзылуына әкеліп соғады. Табиғи ресурстар тиімсіз пайдалану, мысалы Арал теңізінің жағдайы қазіргі уақыттағы. Тікелей экожүйені пайдалану, ядролық қару-жарақтарды сынау, яғни осылардың барлығы адамның іс-әрекеті арқылы жүзеге асырып отырған антропогендік факторлар. Адам табиғи ортаға әсер етіп, тірі ағзалардың тіршілік ету жағдайларын өзгертеді. Антропогендік факторлар адамның іс-әрекетінің қоршаған ортаға әсер ететін факторлары. Факторлар жағымды және жағымсыз болады. Жағымдыны атап айтатын болсақ, көгалдандыру, қорықтарды құру, ұйымдастыру, ал енді жағымсыз факторды айтатын болсақ, браконьерлік және жолдарды салу сияқты әрекеттер болып табылады. Орманда қоян популяциясының көбеюіне ықпал ететін факторларды анықтайтын болсақ, экожүйеде ағзалар арасында өзара байланыс бар. Қояндар қасқырлар мен түлкілерге қорек болып табылады. Ал адам қасқыр мен түлкіні аулап, қояндардың популяциясына әсер етеді. Қасқыр мен түлкі санының азаюымен қояндар көбейеді, өйткені жыртқыштар болмайды. Шалғынды экожүйеде тіршілік ететін ағзаларға әсер ететін антропогендік факторларды атайық. Шалғынды экожүйе шөптесін өсімдіктердің алуан түрлілігімен белгілі. Антропогендік факторлар әсерінен шалғынды экожүйе өзгереді. Мысалы, бір жерде үнемі мал жаю шалғындық экожүйелерді өзгертеді. Жануарлар жемейтін шөптер, жусан, түйеткен сияқты өсімдіктер көбейеді. Көптеген өсімдіктер гүлдеп, тұқым беріп үлгермейді. Нәтижесінде экожүйенің биоалуан түрлілігі азаяды да, оның құрылымы, қоректік торлары қарапайымдалады.